ұстаздық еткен жалықпас деген дана сөзді дәл осы Бердібеков Сейдулла ағайға арналғандай. Себебі ол саналы ғұмырын жас ұрпақтың жүрегіне білімнің шырағын жағып, бойына ізгілік пен парасат дәнін себуге арнаған жан еді. Бердібеков Сейдулла 1936 жылы Бұхара облысы Кенемех ауданында қарапайым еңбекші шаруалар отбасында дүниеге келді. Әкесі Серікбаев Бердібек пен анасы Балқыбаева Бибісара 6 ұл, 3 қыз өсіріп, оларға адалдық пен еңбексүйгіштіктің өнегесін дарытқан ардақты жандар болатын. Осындай тәлімді шаңырақта өскен Сейдулла жастайынан үлкен мақсатқа ұмтылып, білімге құштар болып ер жетті. 1955 жылы аудан орталығындағы бірінші нөмірлі орта мектепті тәмамдаған соң, арман қуып ел астанасы Ташкентке аттанды. Низами атындағы педагогикалық институттың физика-математика факультетіне оқуға түсіп, 1960 жылы математика және сызу мамандығын алып, туған жеріне оралды. Жас маман еңбек жолын Жаңақазған ауылындағы Гагарин атындағы 5-ші нөмірлі орта мектепте бастап, мектеп өміріне бірден белсене араласты. Тәжірибелі ұстаз Наризов Қосжан атай оған бағыт-бағдар беріп, ақылшы болды. Ізденіс пен тынымсыз еңбектің арқасында Сейдулла ағай аз уақыт ішінде ұжым сеніміне ие болып, оқу-тәрбие жұмысы жөніндегі меңгеруші қызметіне тағайындалды. Оның басшылығымен мектептегі оқу үдерісі жанданып, білім сапасы арта түсті. 1970 жылы аудандық халыққа білім беру бөлімі оны Үштөбе ауылындағы Жамбыл Жабаев атындағы 8-ші нөмірлі орта мектепке директор етіп тағайындады. Бұл жауапты қызметті ол 1974 жылға дейін абыроймен атқарып, ұйымдастырушылық қабілеті мен іскерлігін айқын көрсетті. 1972 жылы ұстаз өміріндегі айрықша белес болды. Бұхара қаласында өткен мұғалім математиктер сайысында жүлделі бірінші орынды иеленіп, Ташкенттен келген білім және оқу министрі Шермухамбетов өз қолымен халық ағарту саласының үздігі төсбелгісін табыстады. Бұл оның еңбегіне берілген лайықты баға еді. Ұстаз еңбегінің шынайы жемісі шәкірттері Мансуров Садырхан, Тұрғанбаев Есенбек ауылда мектеп директоры болды. Құшақбаев Қали, Алиев Асқар секілді шәкірттері ұстаз жолын жалғастырып, білім саласында табысты еңбек етті. Сабиров Айтуар, Бердібеков Әбілхан, Құшақбаев Әли, Бердімұратов сүндетте ағарту мен шығармашылық саласында биік белестерді бағындырды. Сейдулла ағай өмірлік жары Ашилова Күләшпен бірге 5 ұл, 2 қыз тәрбиелеп өсірді. Барлығы да қоғамда өз орнын тапқан, елге сыйлы азаматтар атанды. Жары Күләш апай оның бар бастамасына тірек болып, сыйластық пен жарасымға толы ғұмыр кешті. Алайда тағдыр оған ұзақ ғұмыр жазбады. 1974 жылдың күзінде созылмалы ауыр науқастан дүниеден өтті. Дегенмен ұлағатты ұстаздың жарқын бейнесі әріптестерінің, шәкірттерінің, туған туыстары мен ұрпағының жүрегінде мәңгі сақталады. Білімдіден шыққан сөз, талаптыға болсын кез деген нақыл оның өмір жолымен үндесіп тұрғандай. Себебі Сейдулла ағайдың айтқан әр сөзімен сіңірген еңбегі талай талапкердің тағдырына шамшырақ болып жанды.